16-шы деп Ботагөз бен Амина Ақтөбеден Алматыға жолға шықты. Амина 15 күнде бір рет, Ботагөз 18 күнде бір рет келіп тұрады. Бұлар екеуі қанша күннен кейін қайтадан кездеседі. Және Ақтөбеден шығады да Алматыда жүреді. Каждый 15 күн сайын бір күнге келіп кетіп тұрады. Келеді бір күн, таңертеңгісін. Кешке қайтып кетіп қалады деген сияқты, күнде келіп кетеді. Дәл сол сияқты Ботагөзде 18 күнде бір рет келіп тұрады. Енді бұларды табу үшін бізге бұл екі санның ең кіші ортақ есебін табамыз. 2 ойы 15 пен 18. Істейміз, жеке-жеке көбейткіштер жүктейміз. 15 3 көлсек 5, 5 3 көлсек 1, 18 2 көлсек 9, 9 3 көлсек 3, 3 көлсек 1. Екеуінде де қайтаған сан ол 3. 3 жазып қоямыз. Енді қайтаған сан жоқ, сол себепті қалып сан жазамыз. 5 жазамыз, 2 жазамыз, 3 жазамыз. 5-ті 2-ге өтсек 10, 3-ге өтсек 9. 10-ды 9-ға өтсек болады 90. Ал 90 бізде С жауабында орналасқан. Яғни әрбір 90 күн сайын Ботагөз бен Амина кездесіп тұрады екен Ақтөбеде. Сол 90 күн ішінде Амина 6 рет келіп кетеді. Сол 90 күн ішінде Ботагөз 5 рет келіп кетеді. 17-ші есеп. Сезім Түркиядан құрбыларына сыйлықтар әкелді. Ол 24 шар, 20 қалам және 28 сырға. Достарына теңдей бөліп беру үшін бір қораптың ішінде қанша сыйлықтан болу керек? Біз бұл үшін алдымен құрбылардың санын табып, солардың санын табу үшін біз мына 3 санға да бөлінетін санды іздейміз. Ол үшін үлкен ортақ бөлушіге жүгінеміз. 24, 20, 28 деген сандарды істейміз. Алдымен осы сандарды көбейткіштерге жүктейміз. 24, 2-ге бөлеміз 12, 2-ге бөлеміз 6, 2-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1. 22-ге бөлеміз 10, 2-ге бөлеміз 5, 5-ге бөлеміз 1. 28, 2-ге бөлеміз 14, 2-ге бөлеміз 7, 7-ге бөлеміз 1. Енді 3 қатарда да бар санды іздейміз. Ол бізде 2. Дөңгелектеп қоямыз. Кейінгі сан тағы да 2. Дөңгелектеп қоямыз, көбейтеміз. 4. Сонда 24-ке де, 20-ға да, 28-ге де бөлінетін сан ол 4 деген сан. Яғни 4 құрбысына сыйлық жасайын деп жатыр. Құрбылардың саны 4. Шарды 4-ке бөлсек 6 болады, 24-ке бөлсек 5 болады, 28 4 көлсек 7 болады. Яғни бір қораптағы сыйлықтарды санайық. Бір қорапта бізде 6 шар, 5 қалам және 7 сырға болу керек. Осының барлығын қоссақ өзара 6-ға 5 11, 11-ге 7 қоссақ 18. Сонда біз 4 қораптан дейміз, әр қорапқа 18 сыйлықтан салады екенбіз. 18 бізде Е жауабында орналасқан. 18-ші есеп. А саны берілген және Б саны берілген. Бұл сандарды бірден көбейткіштерге жіктеп қойған. А саны 2 көбейту 3, көбейту 3, көбейту 5, көбейту 11 кетеді. Б саны 2 көбейту 2, көбейту 3, көбейту 5, көбейту 7 кетеді. Бұл екі сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші табамыз. Ең үлкен ортақ бөлгіш тапқан кезде іздейміз, екеуінде қайталанған сандарды іздейміз. Ол бізде 2, ол бізде 3, ол бізде 5. Мына жақта 3 бар, мына жақта 3 жоқ, 11 бар, мына жақта 11 жоқ. 2 мен 7 мына жақта бар, бірақ жоғарыда жоқ. Яғни екеуінде қайталанған сан тек 2, 3, 5. Енді осы сандарды көбейтсін табамыз. 2-ні 3-ке өтсек 6, 6-ны 5-ке өтсек 30. Сонда осы А мен Б деген санның ең үлкен ортақ бөлгіші 30-ға тең екен. 30 бізде А жауабында орналасқан. 19-ші есеп. Екі саны ең кіші ортақ есебі 720 тең. Ал олардың ең үлкен ортақ бөлгіші ең кіші ортақ есептен 12 есе кіші дейді. Яғни мына 720-ны 12-ге бөлеміз. 12 12-ге бөлсек 1, 720 12-ге бөлсек 60 болады. 12-ні 72-ге қысқартқан кезде себебі 72-ге 12-ге бөлсек 6, мына 0 жазамыз 60. Біз екі санның ең кіші ортақ есебі және ең үлкен ортақ бөлшімін тұрмыз. Осы екі санның біріншісі 240 дейді. Екіншісін табу керек. Ал екіншісі міне тұр жауапты. Негізі тексеру үшін ең оңай болу үшін неғұрлым кіші саннан бастап тексерсек, тезірек жауабын табамыз. Сол үшін бізде солай тексердік. Мысалы Е жауабын қояйық. 120. 120 және 240 деген сандар. 2-ге бөлеміз 60, 2-ге бөлеміз 30, 2-ге бөлеміз 15, 3-ге бөлеміз 5, 5-ге бөлеміз 1. 2-ге бөлеміз 120, 2-ге бөлеміз 60, 2-ге бөлеміз 30, 2-ге бөлеміз 15, 3-ге бөлеміз 5, 5-ге бөлеміз 1. Екі жағында қайталанған сандар ол 2, ол 2, ол 2 және 3,
және 5. Қараңыз, 2-ні 5-ке өтсек 10, 2-ні 2-ке өтсек 4, 4 3-ке өтсек 12, 12-ні 10-ға өтсек 120. Яғни мына екі санның 120 және 240 деген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші 120 екен. Ал бізде ең үлкен ортақ бөлгіш 60 болу керек. Сондықтан біз бұл жауапты ала алмаймыз. Келесі 180-ді алып тексерейік. 180-ді 2-ке бөлеміз 90, 2-ке бөлеміз 45, 3-ке бөлеміз 15, 3-ке бөлеміз 5, 5-ке бөлеміз 1. Енді істейміз. 180 мен 240-та бар сандарды белгілейік. Ол 2, өшіріп тастайын. Яғни оны белгіленді деген сөз. Ол 2, өшіріп тастайын. Ол 3, өшіріп тастайын. Ол 5, өшіріп тастайын. Мына жақта 3 қалып қойды, бірақ мына жақта 3 жоқ. Мына жақта 2, 2 қалып қойды, бірақ мына жақта 2 жоқ. Сол себепті мына қалып қойған сандар жазамыз. Ол 2, 2, 3, 5. 2-ні 5-ке өтсек 10 болады, 2-ні 3-ке өтсек 6 болады. 6-ны 10-ға өтсек 60 болады. Яғни 180 және 240 деген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші 60-ға тең екен. Яғни бірінші шарт орындалды. Енді осылардың ең кіші орта еселігін табайық. Ол үшін істейміз. Мына қалып қойған санға көбейтеміз. Яғни мыналардың көбейтісі 60 қой. 60-ға көбейтеміз қалып қойған сандарды. Ол бірінші қатарда 3, ол екінші қатарда мына жақта 2, 2. Енді қараңыз. 63-ке өтсек 180, 182-ке өтсек 360, 362-ке өтсек 720. Яғни 180 және 240 деген сандардың ең кіші орта еселігі 120-ға тең. Бізде шарт орындалды. Ең кіші орта еселік 2 сандікі 120-ға тең, ең үлкен ортақ бөлгіш 2 сандікі 60-ға тең. Яғни дұрыс жауап Д болады. Дәл осылай сіз басқа жауаптарды тексеріп көріңіз. Қате екенін түсінесіз. Егер қараңызшы, А жауабын қойып көрейік. 720 мен 240-та қараңыз. Бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші ол 240. Яғни 240 240-қа да бөлінеді, 240 720-ға да бөлінеді. Ал бізде ең үлкен ортақ бөлгіш 60 болу керек. Сондықтан А жауабын алмаймыз. Екінші 480 мен 240. 480-ге де 240-қа да бөлінсе, ол 240. 240-ты 240-қа бөлсем 1, 480 240-қа бөлсем 2. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіш 240 болып тұр. Тағы да 60 емес. Алмаймыз. 360 тексерейік. 360 пен 240. 240 пен 360-ты 120-ға бөледі. 240-ты 120-ға бөлсек 2, 360-ты 120-ға бөлсек 3. Яғни екеуіне ортақ бөлінетін сан 120 ең үлкені. Ал бізде 60 болу керек. Сондықтан бұл жауапты алмаймыз. Дәл осылай біз 120-ны тексерсек 240 пен 120. Екеуіне де бөлінетін сан тағы да 120. 120-ны 20-ға бөлсек 1, 240-ты 20-ға бөлсек 2. Яғни 240 және 20 деген сандар ең үлкен ортақ бөлгіш 20 болып тұр. Ал бізде 60 болу керек. Сондықтан мына жауапты да ала алмаймыз. Енді істейміз. Біз Д жауабын тексерейік. 240 және 180. Бұл екеуіне де бөлінетін сан ол 60. 180-ді 60-ға бөлсек 3 шығады, 240-ды 60-ға бөлсек 4 шығады. Екеуіне ортақ бөлінетін ең үлкен сан ол 60, ал бізде де шарт бойынша ол 60 болу керек. Осылай да дәлелдеуге болады. Сіз осы есепті шығара алдыңыз ба? Сізде бұл есеп қалай шықты? Бізге пікірге қалдырыңыз. 20-ші есеп А және 8 деген санның ең кіші орта еселігі 16-ға тең. Аның орнында қандай сан болуы мүмкін? Енді қараңыз, бірінші жауап тексеріп көрейік. 2 мен 8 деп. Айтыңызшы, 2-нің қандай сандарға еселік? 2 2-ге бөлінеді, 2 4-ге бөлінеді, 2 6-ға бөлінеді, 2 8-ге бөлінеді, 2 10-ға бөлінеді, кете береді. Ал 8 қандай сандар болады? 8 8-ге, 8 16-ға, 8 24-ге. Енді екеуінде де қайталанатын ең кіші сан неше? Мына жақта ең кіші сан 8, мына жақта 8 бар. Яғни бұл екі санның ең кіші орта еселігі ол 8 деген сан. Ал бізде 16 болу керек. Сондықтан біз А жауабын ала алмаймыз. Екінші жауап 4 пен 8 арайық. 4-дің еселіктері 4 4-ге бөлінеді, 4 8-ге бөлінеді, 12-ге бөлінеді, 16-ға бөлінеді. Кете береді. 8 8-ге бөлінеді, 16-ға бөлінеді, 24-ге бөлінеді, кете береді. Екеуінде де қайталанатын ең кіші сан неше? Ол бізде 8. Яғни 4 және 8 деген сандардың ең кіші орта еселігі 8-ге тең, ал бізде 16 болу керек. Сондықтан біз бұл жауапты да алмаймыз. Келесі 16. Және 8 деген сандар. Енді 8 тұра береді, ол өзгермейді. 16 16-ға бөлінеді, 32-ге бөлінеді, 48-ге бөлінеді. 8 8-ге бөлінеді, 16-ға бөлінеді,
24-ке бөлінеді. Екеуіне де қайталады ең кіші сан неше? Ол 16. Яғни 16 және 8 деген сандардың ең кіші орта есебі ол 16-ға тең екен. Сәйкесінше дұрыс жауабы С. Біз дұрыс емес екен дәлелдеп берейік 24 пен 32-ні. 24 және 8. 8 бізде 8-ге, 16-ға, 24-ке, 32-ке кете береді. Ал 24 бізде 24, 48, 72 деген сияқты кете береді. Енді екі қатарда қайталатын ең кіші сан неше? Ол 24. Яғни 24 және 8 деген сандардың ең кіші орта есебі 24 кетеді. Бізде 16-ға тең болады, сондықтан бұл жауапты да ала алмаймыз. Енді 32-ке тексерейік. 32 қандай сандар бөлінеді? 32-ке, 64-ке, 96-ға. 8 қандай сандар бөлінеді? 8-ге, 16-ға, 24-ке, 32-ке, 40-қа кетеді. Екеуінде де қайталанатын ең кіші сан ол 32. Яғни 32 және 8 деген сандардың ең кіші орта есебі ол 32-ке тең екен. Ал бізге 16 деген жауап керек болып тұр. Сондықтан бұл жауапты да ала алмаймыз. 21-ші есеп 12, 8 және 10 сандарына қалдысы бөлінетін 140 пен 640 сандардың ортасында қанша сан бар? Алдымен істейміз. Мына 3 санның ең кіші ортақ есебін табамыз. Ол үшін жеке-жеке көбейткіштерге жіктейміз. 2-ке бөлеміз 6, 2-ке бөлеміз 3, 3-ке бөлеміз 1, 2-ке бөлеміз 4, 2-ке бөлеміз 2, 2-ке бөлеміз 1. 10-ды 2-ке бөлеміз 5, 5-ке бөлеміз 1. Енді үшеуінде де қайталанған сан іздейміз. Ол бізде 2. Үшеуінде қайталанған сан біткен соң, екеуінде қайталанған сан іздейміз. Ол бізде тағы да 2. Бұдан соң қалып қалған сандар жазамыз. Ол 3, 2, 5. 2-ні 5-ке өтсек 10 болады. 2-ні 2-ке өтсек 4, 4 3-ке өтсек 12 болады. 12-ні 10-ға өтсек 120 болады. Сонда 12-ге де, 8-ге де, 10-ға да бөлінетін ең кіші сан ол 120. Бірақ 120 бізде 140-тың алдында тұр. 140-қа дейін тұр. Сондықтан біз бұны ала алмаймыз. 120-дан кейінгі осы сандарға бөлінетін сан ол тағы да 120 қосамыз, яғни ол 240. Одан кейінгі сан тағы да 120 қосамыз, ол 360. Одан кейінгі сан, оған тағы да 120 қоямыз, 480. Одан кейінгі сан, оған тағы да 120 қосамыз, 600. Одан кейінгі сан, оған тағы да 120 қосамыз, 720. Яғни, мына сандар 120, 240, 360, 480, 600, 720 дегендер барлығы да 120-ға бөлінетін сандар. Яғни, мына 12, 8, 10-ға бөлінетін сан табылдық қой. Соларға бөлінетін сандар мыналар. Енді бізге айтады, олар 140-тан үлкенін ал дейді. Яғни 120-ны ала алмаймыз. Ең кішісі 240. Яғни 640-тан кішісін ал дейді. 720-ны алмаймыз. Яғни 600-ға дейін тоқтаймыз. Арасында қанша сан келсе? 1, 2, 3, 4. Яғни бізде 12-де 8-де 10-ға бөлінетін 140 пен 640 деген сандардың арасында 1, 2, 3, 4 сан бар екен. 4 бізде Е жауабында орналасқан. 22-ші есеп 25 және 18 деген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу керек. Ол үшін істейміз, жеке-жеке көбейткіштерге жіктейміз. 25-ті 5-ке бөлсек 5, 5-ті 5-ке бөлсек 1, 18-ді 2-ке бөлсек 9, 9-ді 3-ке бөлсек 3, 3-ке бөлсек 1. Енді екі қатарда қайталанған сандарды іздейміз. Мына жақта 5, 5 бар, мына жақта жоқ ондай сандар. Мына жақта 2, 3, 3 бар, мына жақта ондай сандар жоқ. Сәйкесінше екі жақта ешқандай сан болмағандықтан бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші 1-ге тең. Кетесіздер ме? Енді қараңызшы, біз сізге былай да жазайық. 25 деген санның бөлгіштерін жазып берейік. Ол 1-ге бөлінеді, 5-ке бөлінеді, 25-ке бөлінеді. 18 деген сандардың бөлгіштерін жазып шығады. 18 неге бөлінеді? 1-ге бөлінеді, 2-ке бөлінеді, 3-ке бөлінеді, 6-ға бөлінеді, 9-ға бөлінеді, 18-ге бөлінеді. Мұнда 25-тің бөлгіштері, мынау 18-дің бөлгіштері. Осы екі қатарда бар, қайталанған сандар жазып алайық. Ол бізде 1. Басқа сан жоқ. Яғни осы сандардың ішіндегі ең үлкені 1 болып тұрады. Сәйкесінше дұрыс жауап Б. 23-ші есеп сыныпта алгебра пәнінен бақылау жасалды. Бізде 6-дан 1 бөлігі оқушылардың 2 алды, 5-тен 2 бөлігі 4 алды, 4-тен 1 бөлігі 3 алды, қалғаны 5 алды. Сұрақ осы 5 алғандардың саны қанша? Және мынандай ескертіп қойды. Класста 80-нен аз оқушы. Бұл есеп шығару үшін не істеу керекпіз? Бірінші мына әрбір санын бөлімін қараймыз. 6, 5, 4. Яғни класстағы балалардың саны ол 6-ға да бөлініп тұр, 5-ке де бөлініп тұр, 4-ке де бөлініп тұр. Қалғысы. Сол себепті біз осы сандардың
ең кіші орта еселігін табамыз. 6, 5, 4 деген. Жеке-жеке көбейткіштерге жіктейміз. 6-ны 2-ге бөлсек 3, 3-ті 3-ге бөлсек 1. 5-ті 5-ге бөлсек 1, 4-ті 2-ге бөлсек 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Алдымен 3 қатарда қайтадан сан іздейміз. Ол бізде 2. Ондай сан басқа жерде жоқ, сол себепті қалып қалған сандар іздейміз. Ол бізде 3, 5 және 2. 3, 5, 2. Енді осы сандар көбейтеміз. 2-ні 3-ге бөлсек 6, 5-ті 2-ге бөлсек 10, 6-ны 10-ға бөлсек 60. Яғни мына 3 санға да бөлінетін сан ол 60. Класста 60 оқушы бар деген тұжырымға келеміз. Негізі бұл санарға бөлінетін келесі сан бар, ол 120. Келесі сан бар 180. Осы сандарға бөлінетін сандар көп кете береді, шексіз 600-да бөлінеді. Бірақ бізге 80-нен аз оқушы дегендіктен біз 60-тан. Егер бізге айтса 80-нен үлкен 140-тан аз оқушы бар десе, онда біз 60-та алмаймыз, келесі сан 120-ны алып шығарады. Осындай лайфхактар бар. Енді біз класста 60 оқушы бар екен білдік. Енді жеке-жеке табамыз. Қанша оқушы 2 алып? 60-ты көбейтеміз 6-тан 1-ге. Енді қысқартамыз. Мынау 1, 6-ны 6-ға бөлсек, 60-ты 6-ға бөлсек 10. 10-ды 1-ге бөлсек 10. Яғни бізде 2 алған оқушылардың саны 10 оқушы. Кейін 4 алған оқушыларды санаймыз. 60-ты көбейтеміз 5-тен 2-ге. 60-ты 5 қысқарады, 5-ті 5-ге бөлсек 1, 60-ті 5-ге бөлсек 12, 12-ні 2-ге бөлсек 24. Сонда 4 алған оқушылардың саны 24. Енді 3 алған оқушыларды санаймыз. Ол үшін 60-ты көбейтеміз 4-тен 1-ге. 4-ті 4-ге бөлсек 1, 64-ті бөлсек 15. 15-ті 1-ге бөлсек 15. Яғни бізде 15 оқушы 3 алған. Міне бізде 2, 4, 3 алған балалардың санын білдік. Енді 5 алғандарды табу оп-оңай. Ол үшін 2, 4, 3 алған балалардың барлығын қосамыз да, барлық оқушылардың санынан, яғни 60-тан шегереміз. 10-ға 24 қоссақ 34, 34-ке 15 қоссақ 49. Яғни мына балалардың саны нешені беріп тұр? 49 беріп тұр. Біз 5 алғандарды білу үшін 60-тан азайтамыз 49-ды. 0-де 9 айтылмайды, қарсы сұраймыз, 10-нан 9 айтсақ 1, 6-мыз 5 оқып, 5-е 4 айтсақ 1. Сонда 5 алған оқушылардың саны 11 екен. Ал 11 бізде А жауабында орналасқан. 24-ші есеп. Іс-сапарға 3 қызметкер аттанды. Біріншісі 12 күнге, екіншісі 15 күнге, үшіншісі 20 күнге. Бұлар қанша күннен кейін қайтадан кезеді. Яғни кеңсеге бірінші жұмысшы әр 12 күн сайын соқып кетеді. Іс-сапарда жүреді. Екіншісі әр 15 күн сайын бір рет соқып кетеді. Тоже іс-сапарда жүреді. Үшіншісі 20 күн сайын келіп кетеді. Енді бұлардың қашан кездесетінін табу үшін бұл сандардың ең кіші орта есебін табу керекпіз. 12, 15 және 20 деген сандар. Ол үшін жай көбейткіштерге жіктейміз. 12-ні, 15-ті, 20-ны. 12-ні 2-ге бөлеміз 6, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1, 15-ті 3-ге бөлеміз 5, 5-ті 5-ге бөлеміз 1, 20-ны 2-ге бөлеміз 10, 10-ны 2-ге бөлеміз 5, 5-ті 5-ге бөлеміз 1. Енді үшеуінде қайталған санымыз жоқ, сол себепті екеуінде қайталған санымыз дейміз. Ол бізде 2, ол бізде 2, ол бізде 3, ол бізде 5. 2-ні 3-ге көйтеміз 6, 2-ні 5-ге көйтеміз 10. 10-ды 6-ға көтсек 60. Яғни 12-ге де, 15-ге де, 20-ға да бөлінетін сан ол 60. Яғни жұмысшыларымыз, біздің қызметкерлеріміз әрбір 60 күн сайын кездесіп отырады екен. 60 бізде Е жауабында орналасқан. Немесе былай да жасауға болады. Каждый 12 күн сайын келіп тұрады ғой. Жазайық. Ол 12-ші күні келеді. Ол 24-ші күні келеді. 36-ші күні келеді. 48-ші күні келеді. 60-ші күні келеді. 72-ші күні келеді. 84-ші күні келеді. Яғни 12-ге бөлінетін сандар. Бұның келетін күндері. Бүгін бастаса 12 күннен кейін, 24 күннен кейін, 36 күннен кейін, 48 күннен кейін кеңсеге келіп тұрады. Екінші жұмысшы 15 күн сайын келіп тұрады. 15 күннен кейін бір келеді, 30 күннен кейін, 45 күннен кейін, 60 күннен кейін, 75 күннен кейін, 90 күннен кейін деп кете береді. Келесі үшіншісі 20 күн сайын кездеседі. Ол 20 күннен кейін, келесі 40 күннен кейін, келесі 60 күннен кейін, яғни келесі сан өз-өзіне қоса береміз ғой. 20-ға 20, 40-қа 20, 60-қа 20, мына алынған күндерді. Одан кейін 80 күннен кейін, 100 күннен кейін осылай келе береді. Енді үшеуінде де қайталанатын ең кіші сан табамыз. Ол бізде 60. 40 деген сан бар, мынада бар, бірақ мына екі қатарда жоқ. 45 бар, мына екі қатарда 45 жоқ. 48 мына жақта бар, бірақ мына жақта жоқ. Көрдіңіз бе?
Сондай үшеуіне де ортақ қайтарған сан ол бізде 60 екен. Яғни 12, 15, 20 деген сандардың ең кіші орта еселігі 60-ты былай да табылады. Былай да табылады. Сізге қалай ыңғайлы. Ең бастысы мына ені тауып берсеңіз болғаны. 25-ші есеп. Қыздар домбыра үйірмесіне қатысады. Жансая 5 күн сайын, жібек 2 күн сайын, Аружан 3 күн сайын бір рет барып келеді. Бұлар дүйсенбі күні кездесті. Енді қанша күннен кейін бұлар қайтадан кездеседі. Ол үшін істейміз. Осы 3 санның ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ол 5, 2, 3. Бірақ мына сандар 5, 2, 3-те жай сандар. Сол себепті біз бұларды өзара көбейте қойсақ та болады. 5-ті көйтсек 10, 13 көйтсек 30. Сонда бұл 3 санның ең кіші орта еселігі 30-ға тең екен. Қыздар 30 күн сайын бір-бірін көріп тұрады. 30 күнде бір рет кездеседі. Бұл бізде Б жауабы. Немесе қараңыз міне. Бұлай үйреніп қалған әдіспен шығарсаңыз, 5-ті 5-ке бөлесің 1, 2-ні 2-ке бөлесің 1, 3-ті 3-ке бөлесің 1. Үшеуінде қайта жазған жоқ, енді қалып қонсыңдар жазамыз. Ол міне 5, 2, 3. Ыңғайлы жолмен шығады. 26-ші есеп. Бір автобустың жүру маршруты 36 минут созылды. Екіншісі 48 минут. Бұлар сағат 7-де соңғы аялдамадан шықты. Енді келесіде нешеде олар осы жерде кездеседі. Қараңыз. Мысалы, мынау қала, осылай жүреді бүйтіп, айналып кетті, мынада тоқтайды. Барлығы осы жерден бастайды. Осыны айналып келуі оның бір маршрут болып есептеледі. Мынада тоқтайды, қайтып шығып кетеді жолға. Мына жерге тоқтайды, қайтып шығып кетеді жолға. Енді мына екеуі кішкене екі түрлі енді. Біреуі мүмкін ішінде 12 адам отыратын мүмкін, біреуінде 15 адам отыратын мүмкін. Сол себепті адам саны көп болғасы кішкене жай жүреді. Мынау жай жүреді, 48 минут, мынау кішкене сәл тезірек жүреді. Бұлар екеуі де сағат 7-де шығып кетті, енді қашан кездеседі, соны табу керекпіз. Біз не істейміз? Бұлардың қашан кездесетінін табу үшін бұл сандардың ең кіші ортақ еселігін табамыз. 36-48. Ол үшін көбейткіштерге жүктейміз. 36-ны 2-ге бөлеміз 18, 2-ге бөлеміз 9, 3-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1. 48-ді 2-ге бөлеміз 24, 2-ге бөлеміз 12, 2-ге бөлеміз 6, 2-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1. Енді істейміз, екеуінде қайтадан сан іздейміз. Ол 2, ол 2, ол 3. Бұлардан бөлек қалып қойған сандар жазамыз. Ол бірінші қатарда 3, екінші қатарда 2 мен 2. 2-ні 2-ге өтсек 4, 3-ге өтсек 9, 2-ні 2-ге өтсек 4. 4, 9-ға өтсек 36, 36-ны 4-ге өтеміз енді. 4, 6-ға өтсек 24, 4-ні жазам 2 ойда, 3, 4-ге өтсем 12, ойдағы 2 мен 14. Яғни 144-ге тең. Мына 2 санның ең кіші орта еселігі 144-ге. Әрбір 144 минут сайын мына жерде олар кездесіп отырады. Түсіндік па? Енді 144 минут дегеніміз ол қанша сағат, қанша минут? 1 сағатта 60 минут бар. 2 сағатта 120 минут бар. Мынадан 2 сағат азайтсақ 120 минут. Сонда 4-те 0 жасақ 4, 4-те 2 азайтсақ 2. Сонда әрбір 2 сағат 24 минут сайын мына бірінші және екінші автобус кездесіп отырады екен. Сағат 7-де шықты, келесіде олар нешеде kesеді? Сағат 7:00-ге қосамыз 2 сағат 24 минут. 24, 7, 2 қосақ 9. Келесіде сағат 9 сағат 24 минутта кездеседі. Бізде 9 сағат 24 минут Д жауабында көрсетілген. 27-ші есеп. 64 және 96 сандардың ең үлкен ортақ бөлгішінің жай көбейткіштерінің қосындысын табыңыз. Алдымен бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табалады. Ол үшін көбейткіштерге жүктейміз. Ол бізде 2-ге бөлсек 32, 2-ге бөлсек 16, 2-ге бөлсек 8, 2-ге бөлсек 4, 2-ге бөлсек 2, 2-ге бөлсек 1. 96-ны 2-ге бөлсек 48, 2-ге бөлсек 24, 2-ге бөлсек 12, 2-ге бөлсек 6, 2-ге бөлсек 3, 3-ге бөлсек 1. Енді істейміз, екеуіне қайтадан сан жазамыз. Ол бізде 2, ол бізде 2, ол бізде 2, ол бізде тағы да 2, ол бізде тағы да 2. Басқа жоқ. Ең үлкен ортақ бөлгіш осыған тең. Істейміз, көбейтейік. 2-ні 2-ге өтсек 4, 2-ні 2-ге өтсек 4, 4, 4-ге өтсек 16, 16-ні 2-ге өтсек 32. Яғни бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші ол бізде 32-ге тең.
енді айтады, осы 32-нің дейді, жай көбейткіштердің қосындысын табыңыз. 32-ні жай көбейткіштер жіктейміз. 2 бөлеміз 16, 2 бөлеміз 8, 2 бөлеміз 4, 2 бөлеміз 2, 2 бөлеміз 1. Міне жай көбейткіштер. Енді осының қосындысын сұрап тұр. Қосып шығамыз. 2-ні 2-ке қоссақ 4, 2-ні 2-ке қоссақ 4, 4-ке 4 қоссақ 8, 8-ге 2-ні қоссақ 10. Яғни 64 және 96 деген сандардың ең үлкен ортақ бөлгіш 32-ге тең. Олардың жай көбейткіштері міне тұр, ал жай көбейткіштердің қосындысы міне 10-ға тең. Ол бізде С жауабында орналасқан. 28-ші есеп. Тізбектелген екі тегеуріштің біреуінде 14 түс, екіншісінде 24 түс бар. Тегеурішті айналдырмай тұрып, олардың түйіскен жерлерін бормен бояп қойды. Қанша рет ең аз дегенде тістер түйіскен кезде олар бастапқы күйге қайтадан оралады. Бұл есеп шығару үшін бізге ең кіші ортақ есеп керек. Мына 14 пен 24 деген сандардың. Не істейміз? Жеке-жеке көбейткіштер жіктейміз. 14-ті 2 бөлсек 7, 7-ні 2 бөлсек 1. 14-ті 2 бөлсек 12, 12-ні 2 бөлсек 6, 6-ні 2 бөлсек 3, 3-кі бөлсек 1. Бірінші екеуінде бар сандар іздейміз. Ол 2. Тағы сан іздесек, ондай сан жоқ. Сол себепті қалып қалған сандар жазамыз. Ол 7. Мына жақтан 2, 2, 3. Енді қараңыз, 2-ні 7-ге бөлсек 14, 2-ні 2-ге бөлсек 4, 4 3-ке бөлсек 12. Енді біз 14-ті 12-ге бөлеміз. 4-ті 2-ге бөлсек 8, 2-ні 1-ге бөлсек 2, 1-ді 4-ге бөлсек 4, 1-ді 1-ге бөлсек 1. Қосамыз. 8, 2-ге 4 қоссақ 6, 1 түседі. 168. Яғни 168 рет мына тістер өзара түйіскен кезде бастапқы күйге қайтадан келеді. Ол бізде А жауабы. Кейде сұрайды сізден, екеуі бастапқы күйге қайтадан келген кезде үлкен тегеуріш неше рет айналды? Кішкентай тегеуріш неше рет айналды? Ол үшін істейміз. Мына 168-ді жеке-жеке бөлеміз. Енді бұл қосымша ақпарат ретінде. Келесіде осылай есептелсе түсінбей қалмау үшін. 168-ді 24-ке бөлесіз. 7-тен берейік, 7-ні 4-ке бөлсек 28, 8-ні жазамын, 2 ойда. 2-ні 7-ге бөлсек 14, ойда 2 мен 6. 168, 168 алсақ 0. Яғни мына үлкен тегеуріш бізде 7 рет айналады екен. Екінші 168-ді 14-ке бөліп, 1-ден береміз 14, 6-тан 4 жасақ 2, 8 түседі. 2-ден береміз 28. Азайтсақ 0-ға. Екінші тегеуріш ол кезде 12 рет айналады. Неғұрлым кішкентай болған сайын бізде соғұрлым көбірек айналатын болады. Ал неғұрлым үлкен болған сайын соғұрлым азырақ айналады. Жалпы екеуі мына жермен бормен белгілеп қойсақ, мына тістер 168-ші түйіскен кезде қайтадан бормен боялған жерге қайтадан келеді. 29-ші есеп. Айша 8-ден бастап 8-8-ден, Гаухар 12-ден бастап 12-12-ден, Айгүл 10-нан бастап 10-10-нан санады. Қыздар 555-ке дейін санады. Сұрақ, қыздар санаған кезде ортақ санды неше рет айтады? Ол үшін істейміз, 8-ге де 12-ге де 10-ға да бөлінетін ортақ санды табамыз. Яғни ең кіші ортақ есебін табамыз. 2 ойы 8, 12, 10. Алдымен көбейткіштерге жіктей алайық. 8-ні 2-ге бөлсек 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1, 12-ні 2-ге бөлсек 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 3-ті 3-ке бөлсек 1, 10-ды 2-ге бөлсек 5, 5-ті 5-ке бөлсек 1. Үшеуінде қайтадан сан ол 2. Үшеуінде қайтадан сан бітті, енді екеуінде қайтадан сан іздейміз, ол тағы да 2. Кейін қалып қалған сандар жазамыз, ол бізде 3, 2, 5. Енді қараңыз, 2-ні 2-ге бөлсек 4, 2-ні 5-ке бөлсек 10, 4 3-ке бөлсек 12, 12-ні 10-ға бөлсек 120. Яғни мына 3 санның ең кіші орта есебі 120. 8-ге де 12-ге де 10-ға да бөлетін санымыз 120 болды. Енді істейміз. 120 олардың ең аз дегенде қайталап айтатын сандары. Ең бірінші сан олар үшін ортақ. Ол 120. Одан кейінгі сан 120-ны қоса береміз. 240. Одан кейінгі сан 240-қа 120 қосамыз. 360. Одан кейінгі сан тағы да 120 қосамыз. 480. Одан кейінгі сан 600. Кете береді. Яғни Айша 8, 16, 24 деп санай берген кезде ол 120-ны да айтады, 240-ды айтады, 360-ды айтады, 480-ді айтады, 555-ке дейін. Гаухар да айтады осы сандарды, Айгүл де айтады осы сандарды. Яғни бізде 555-ке дейін ортақ сан нешеу?
Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Ал 4 бізде А жауабында орналасқан. 30-шы есеп. Bir мектептің бірінші сыныбында 175, екінші сыныбында 200, үшінші сыныбында 150 оқушы бар. Әр сыныпта оқушылар саны теңдей болатындай, ең аз қанша сынып керек? Бұл есеп шығару үшін біз алдымен ең үлкен ортақ бөлгіш табамыз. Мына 175, 200 және 150 деген сандардың. Ол үшін жеке-жеке көбейткіштерге жүктейміз. Мысалы, санды 5-ке бөлейік. 35, 5-ке бөлейік 7, 7-ге бөлейік 1. Мысалы, 2-ке бөлейік 100, 2-ке бөлейік 50, 2-ке бөлейік 25, 5-ке бөлейік 5, 5-ке бөлейік 1. Мысалы, 2-ке бөлейік 75, 3-ке бөлейік 25, 5-ке бөлейік 5, 5-ке бөлейік 1. Енді қараңыз, 3 қатарда да қайтадан сан іздейміз. Ол бізде 5. Келесі сан тағы да 5. Бұдан басқа үшеуінде қайта сан жоқ. Сондықтан тоқтаймыз. 5-ті 5-ке бөлсек 25. Яғни осы 3 санның ең үлкен ортақ бөлгіші 25. Яғни 25 175-ке де бөледі, 25 200-ге де бөледі, 25 150-ге де бөледі. Бұлардан үлкен сан жоқ. 25-те үлкен сан жоқ. Осы үшеуіне де бөлінеді. Біз тауып алдық. Яғни бір сыныпта бізде 25 балада отыру керек. Сәйкесінше, мына бірінші сыныптың саны неше болу керек? 25-те 175-ке бөлеміз. 7 сынып болу керек. Екінші сыныпта қанша болу керек? 200-ді 25-ке бөлеміз. 8 сынып болу керек. Үшінші сынып оқушылар үшін қанша сынып керек? Тағы да 25-ке бөлеміз. 6 болады. Енді барлық қосып шығайық. 7-ге 8 болсақ 15, 15-ке 6 болсақ 21. Яғни бізге барлық 21 сынып керек. Әр классқа 25 баладан отыру керек. 21 сынып бізде Е жауабында көрсетілген.